Bir айнымасы бар көп мүшені бір айнымасы бар көп мүшеге бөлу. 77-ні бұрышта бөлейік 5-ке. Бірден береміз. Мұнда 5-ті жазамыз, азайтамыз, қалады 2. 7-ні түсіреміз, береміз 5-тен, болады мұнда 25, қалады 2. Мұна 2 деген сан бізде аталады қалдық деп, естерінде болса. Сонда бізде 77 деген санды жазуға болады қосылған қалдық. Енді қараңыздар, біз дәл осылай бір айнымасы бар көп мүшені бір айнымасы бар көп мүшеге бөлеміз. Бірінші мысал. Мынандай көп мүшені бөлейік x қосылған 1-ге. Ол үшін сіздер алдымен мына x кубтан құтыласыздар. Мына x кубтан құтылу үшін сіздер мына жерге бересіздер сондай бір санды немесе айнымалыны мына x-қа көбейткен кезде x куб болатындай. Ол бізде x квадрат. X квадратты x-қа көбейткен кезде болады x куб. Сосын x квадратты көбейтеміз мына 1-ге. Болады. Ол жай ғана x квадрат. Қосу x квадрат. Енді азайтамыз. X кубтан x кубты азайтқан кезде олар бізде жойылып кетеді. Ештеңе қалмайды. Ал 5x квадраттан азайтқан кезде x квадратты қалады 4x квадрат. Қалған түсіреміз. Мұнда бізде барлығын түсіріп қатты керек жоқ. Бізге тек түсірсек жеткілікті мына -2-ні. -2x. Енді 4x квадрат болу үшін мына x4 x-қа көбейту керекпіз. 4x-ті x-қа көбейткен кезде болады 4x квадрат. Сосын 4x-ті көбейтеміз 1-ге, ол болады бізде 4x. Енді азайтамыз. 4x квадраттан 4x квадрат азайтқан кезде олар бізде жойылып кетеді. Ал мына жерде қараңыздар. -2x-тан азайтамыз 4x-ті. -2x, -4x. Ол бізде болады -6x. Енді түсіреміз -6-ны. Енді қараңыздар. Мына жерде бізде -6x, -6x болу үшін мына x-іміз -6-ға көбейту керекпіз. Сонда -6-ны x-қа көбейткен кезде болады -6x. -6x-ті 1-ге көбейтеміз, ол болады -6. Азайтамыз. Екеуі де бізде бірдей, бір-бірін азайтқан кезде қалады 0. Қалдығымыз 0-ге тең екен. Сонда бізде бастапқы мына көп мүшемізді жазуға болады екен бұлай. Келесі мысал. Мынандай бір айнымасы бар көп мүшені мынандай бір айнымасы бар көп мүшеге бөлу керек. Бөлейік. Береміз 2x квадраттан. 2x квадратты x квадратқа көбейткен кезде болады 2x 4-ші дәрежеде. 2x квадратты 3x-қа көбейткен кезде болады 6y куб. Және мынау минусымен мына жерде минус болып тұрады. Одан кейін 2x квадратты көбейтеміз 5-ке. Болады 10x квадрат. Азайтайық. Азайтқан кезде 2x квадраттан 2x квадратқа азайтқан кезде олар бізде жойылып кетеді. Одан кейін минус 10x куб плюс 6x куб болады. Мына жерде қараңыздар. Мынау былай деген сөз. Минус 10 плюс 6 деген сөз. Мына жерде минус 10 плюс 6 өйткені мына минустың әсерінен мынау плюс болып кетіп тұр. Сонда бізде болады минус 4x куб. 23x квадраттан азайтамыз 10x квадратты. Болады 13x квадрат. Енді бізге тағы бір өнім түсіріп қояйық мына жерге. Минус 22-ні x-мен. Өйткені бізде мында 3 мүшеден тұрады. Енді келесі. Бізге мынадан құтылу керек. Мынадан құтылу үшін біз x квадратты көбейтеміз. Минус 4x-қа көбейтеміз. Минус 4x-ті x квадратқа көбейткен кезде болады минус 4x куб. Минус 4x-ті көбейтеміз минус 3x-қа болады плюс 12x квадрат. Минус 4x-ті көбейтеміз 5-ке болады минус 20x.
Енді азайтайық. Мына екеуін бір-біріне азайтқан кезде олар екеуі бізде жойылып кетеді. Одан кейін 13х квадраттан 12х квадратты азайтқан кезде қалады бізде х квадрат қалады. Ал мына жерден минус 22х плюс 22х, яғни минус 22 плюс 20. Ол бізде минус 2-ге тең, яғни минус 2х бізде мұнда. Жақсы, енді мына минус 3-ті түсірейік. Енді қараңыздар. Мына х квадратты көбейтеміз біз сонда 1-ге, сонда бізде шығады х квадрат. 1-ді көбейтеміз х квадратқа болады х квадрат. 1-ді көбейтеміз минус 3х-қа болады минус 3х. 1-ді көбейтеміз 5-ке болады 5. Енді азайтайық. Х квадратты х квадратты азайтсаған кезде жойылып кетеді. Минус 2х плюс 3х. Яғни 3-тен азайтамыз 2-ні. Ол бізде жайғанақ 1. Сонда жайғанақ х қалады екен. Ал мына жерде минус 3, минус 5. Минус 3, минус 5 ол бізде минус 8. Енді мына жердегі нәрсе қараңыздар. Біз ары қарай бөле алмаймыз. Ары қарай біз қандайды бір санды бір мүшені бере алмаймыз. Мына жерде х шығатындай. Мысалы х квадратқа қандайды бір х немесе қандайды бір санды көбейте алмаймыз. Х шығатындай. Сондықтан біз осы жерде тоқтатамыз. Онда біздің мына қалған х минус 8-іміз қалдық деп. Енді бағанағыдай жазайық. Біз бағана жаздық мынаны жазуға болады сонда. Мына екеуінің көбейтіндісі түрінде және қосылған мына қалдық. Жазып қояйық. Есеп аяқталды.